Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Мен Амежанов Жасұлан Жасболатович, Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжінде арнайы пәндер оқытушысы қызметін атқарамын. Бүгін біз сіздермен веб-бағдарламалау және интернет технологиялар пәні бойынша JavaScript тілінде сызықтық алгоритмді қолданып есептер шығару тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі қарастырылатын сұрақтар: алгоритм дегеніміз не? Алгоритм түрлері: сызықтық алгоритм. Алгоритмді ұсыну әдістері: промпт әдісі, document write әдісі, математикалық функциялар, сызықтық алгоритмге есептер шығару мысалдары. Жалпы алгоритм дегеніміз қандай да бір мақсатқа жетуге бағытталған әрекеттер тізбегі болып табылады. Оған мысал ретінде тамақ рецепті, күн тәртібі немесе басқа да инструкцияларды жатқыза аламыз. Алгоритмнің келесідей түрлері бар: бірінші сызықтық, екінші тармақталған, үшінші қайталану. Кейде мұны циклдік алгоритм деп те атайды. Сызықтық алгоритмнің қадамдары бірінен кейін бірі қатаң ретпен орындалады. Алгоритмді ұсыну әдістері келесідей: ауызша, яғни қарапайым адам тілінде жазылатын алгоритм. Блок схема, яғни геометриялық фигуралар қолданылады. Алгоритмдік тіл, яғни ол бағдарламау тілдерінде жазылатын алгоритм. Алгоритмді кім жазады, кім орындайды деген сұрақ туындайды. Алгоритм жазушылар ол қарапайым адам немесе программист болуы мүмкін. Ал осы жазылған алгоритмдерді орындаушылар ол басқа адамдар немесе компьютерлік техника болып табылады. Алгоритмді орындауға мысал келтірейік. Айталық, бізге 4 және 8 сандарының қосындысын есептеу керек. Онда біз қазақ тілінде бұл алгоритмді келесі түрде ұсынамыз, яғни 4 пен 8-ді қосып, жауабын айт. Орыс тілінде сложи числа 4 и 8 и скажи мне ответ. Және де JavaScript тілінде, яғни компьютерге түсінікті тілде біз оны келесідей түрде көрсете аламыз. Яғни res меншіктелген 4 қосылған 8 және де alert әдісі арқылы осы нәтижені, яғни res айнымалысын мәнін шығар деген сөз. Қайталап айтатын болсақ, алгоритм жазушы ол қарапайым адам немесе программист болуы мүмкін, ал алгоритмді орындайтын адамдар немесе компьютерлік техника болады. Келесі сұрақтарды қарастыру үшін бізге index.html және main.js файлдары қажет болады. Main.js файлын өткен сабақта көрсетілгендей index.html файлымен байланыстырамыз. Бүгін біз сіздермен мәліметтерді шығарудың тағы бір әдісімен танысамыз. Ол document.write әдісі болып табылады. Бұл әдістің жазылу синтаксисі өткен жолғы өткен alert және console log әдістеріне ұқсас келеді, бірақ айырмашылығы шығарылатын мән бізде веб құжаттың өзінде көрінетін болады. Айталық, сәлем деген хабарламаны веб құжатқа шығару керек болса, онда document write сәлем сөзін жазып, файлды сақтап, веб құжатты жаңартатын болсақ, бізге сәлем деген хабарлама шығатын болады. Және де біз бұл әдіс арқылы тек қана жолдық мәнді емес, сонымен қатар айнымалардың да мәнін шығара аламыз. Ол үшін a деген айнымалы құрастырып, оған 5 деген мән берейік, және де сәлем деген сөздің орнына біз a айнымалысын жазатын боламыз. Енді веб құжатты жаңартатын болсақ, бізде 5 деген экранға мән шығады. Енді келесі біздің мысалымыз ол айнымалы мәнін және де жолдық мәнді қатар шығару. Мысалы, біз тырнақшаның ішіне жауабы деген сөзді жазайық, жауабы. Және де айнымалыны да шығару үшін біз екеуінің ортасына қосу белгісін қолданамыз. Енді құжатты жаңартатын болсақ, бізде жауабы 5 деген мәлімет шығатын болады. Енді қолданушы енгізген мәліметпен жұмыс істеу үшін бізге арнайы әдіс бар, ол промпт әдісі. Ол әдіс арқылы біз кез келген айнымалыға мән бере аламыз. Мысалға, біз қолданушы түсіну үшін не істеу керек екен? A-ны енгіз деген
хабарлама жазайық. Аны енгіз. Файлды сақтап, құжатты жаңартамыз. Сол кезде бізге терезе пайда болады. Бұл енгізу терезесі. Бұнда аны енгіз деп тұр. Ол үшін біз аға жаңа мән береміз. Айталық 12. Окей батырмасын басатын болсақ, бізде жауабы 12 деп шығады. Яғни біздің енгізген, яғни қолданушы енгізген мәлімет экранға шығып тұр. Осы әдіс көмегімен біз кез келген сызықтық алгоритмдегі есептерді шығара аламыз. Біз барлығымыз мектептен білетін қарапайым периметрді есептеу формуласы бар. Соны осы әдіспен шығарып көрейік. Ол үшін біз екінші айнымалы құрамыз. Екінші айнымалының аты b болсын. Тура осы секілді промпт әдісін қолданамыз. Тек b-ның орнына біз аны енгіз деп жазамыз. Және келесі p деген айнымалыны алып, оған периметр формуласын енгізейік. Яғни 2 көбейтілген жақшаның ішінде a қосылған b болсын. Және де жауабы дегенге біз a айнымалысын емес, p айнымалысын шығаратын боламыз. Осы кодты жазып, сақтап, веб құжатты жаңартатын болсақ, бізге a-ның мәнін енгіздік. Айталық, a-ның мәні 2-ге тең болсын, b-ның мәні 3-ге тең болсын. Енді жауапқа қарайтын болсақ, бізде 46 деген жауап шығады. Әрине бұл мүмкін емес жауап, дұрыс емес жауап яғни. Себебі 2-ге 3-ті қосатын болсақ, бізде 5, 5-ті 2-ге көбейтсек 10 деген жауап шығады. Ал бізде 46 деген жауап шығып тұр. Бұл неге олай болып тұр? Себебі промпт деген әдіс бізде тек жолдық мәндерді ғана қабылдайды, яғни жолдық мәндерді енгізеді. Сондықтан бұл енгізілген жолдық мәнді сандық мәнге айналдыру үшін арнайы функция қолданады, ол parseInt деп аталады. Яғни осы функцияны қолдану арқылы біз енгізілген жолдық мәнді сандық мәнге айналдыра аламыз. Осындай өзгерістер енгізген соң құжатты сақтап, веб парақты қайта жаңартып, тура сол 2 және 3 мәндерін қайтадан енгізетін болсақ, бізде жауабы 10 деп дұрыс шықты. Яғни егер сіздер сандық мәндермен жұмыс істейтін болсаңыздар, енгізген кезде parseInt функциясын қолданған дұрыс. Енді қарастырылатын сұрақ бізде ол математикалық функциялар. JavaScript тілінде көптеген математикалық функциялар бар. Ол арнайы тұрақтылар, тригонометриялық функциялар, кездейсоқ санды шығару функциясы, минимум максимумды табу функциялары, сандарды дөңгелектеудің функциялары және санның дәрежесін есептеу функциясы. Осы көрсетілген функциялардың кейбірін қолданып, біз мысалдар жасап көрейік. Айталық, бізге a деген сан енгізіліп, оның кубы есептелу керек. Ол үшін біз әрине промпт көмегімен a деген айнымалы мәнін енгіземіз. Және де жаңа айнымалы құрып, яғни res деген айнымалы құрып, оған a-ның 3 дәрежесін есептеуіміз керек. Ол үшін біз арнайы maz сөзінің көмегімен pov функциясын шақырамыз. Pov функциясы бізде 2 мән қабылдайды, яғни ол бірінші қандай санның дәрежесі табылатыны, яғни біздің жағдайымызда ол a, және қандай дәрежесі табылатыны, яғни біз кубы дегеннен 3 деген санды жазамыз, және де жауабы деген жерге res айнымалысын шығарамыз. Енді осы файлды сақтап, веб құжатты жаңартатын болсақ, бізге хабарлама шығады, яғни a-ның мәнін енгіз деген. Айталық, a-ның мәні 3-ге тең болсын, онда бізге жауап 27 шығады. Яғни бұл дұрыс, себебі 3 санның кубы ол 27-ге тең. Тура осы секілді бізге айталық енгізілген санның түбір санын табу керек, яғни квадрат түбірін табу керек. Ол үшін біз тура осы айнымаларды қалдырайық, тек pov функциясының орнына sqrt функциясын қолданамыз. Яғни бұл жерде тек қана a айнымалысы жазылады, басқа ештеңе керек жоқ. Енді осы файлды сақтап, веб құжатты жаңартамыз. Мысалға біз 144 деген санды жазайық, және де бізге ол жауапқа 12 деп шығарады. Яғни 144 санының квадрат түбірі 12-ге тең деген сөз.
Сонымен қатар басқа функцияларды да қолданып, осындай есептер шығаруға болады. Жалпы сабақты қорытындылайтын болсақ, бүгін біз сіздермен алгоритм дегеніміз не, алгоритмнің түрлері, оны ұсыну әдістерімен таныстық. Соның ішінде сызықтық алгоритмге көбірек тоқталдық. Және де мәліметтерді енгізудің әдісі промптпен таныстық, және мәліметтерді шығарудың тағы бір жолы ол document write әдісі екенін көзіміз жеткіздік. Сонымен қатар математикалық функцияларды қолдану мысалдарын қарастырдық. Осымен сабақ аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.